Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен осындай 10 минутта жасалатын өте дәмді таңғы асты бірге дайындайтын боламыз. Ең алдымен керек заттарды мен осылай жуып, тазалап алдым. Енді барлығыны турап шығатын боламыз. Мен тек сәбізді ғана теркадан өткізіп алдым. Енді 4 жұмыртқамды осылай жарып алып, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тұз саласыздар. Және мен 1 шай қасықта паприка салдым, 1 шай қасықтың ұшында базилик салып жібердім. Енді жақсылап араластыратын боламыз. Және осы жұмыртқамның үстінен 40-50 миллиграммдай сүт құйып жібердім. Енді барлығы біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Мен сковородкамды қыздырып, осылай азғантай май құйып алдым. Және оның үстінен пиязымды салып, осылай қуыратын боламыз. Пиязымыз қатты қуырылып кетпеуі қажет, сәл ғана сарғыш түске кірсе жеткілікті. Оның үстінен сәбізімізді салып, тағы да қуыра бастаймыз. Сәбізіміз де сәл ғана қуырылса жеткілікті, қатты қуырылып кетпесін, теркадан өткізілген тез пісетін болады. Енді оның үстінен мен қызанағымды салдым, көк пияз және болгарымды салып жібердім. Көк пияздың орнына петрушка, кинза немесе укроп салсаңыздар да болады. Енді қалған сол соңғы салған заттарды мен қуырмаймын, сәл ғана осылай араластырып, оның үстінен жұмыртқамды салып, осылай жақсылап араластырамыз және газымыздың астын ең төменге қойып, қақпағын жауып қоятын боламыз. Сонда омлетіміздің асты күйіп кетпей әдемі пісетін болады. Достар, міндетті түрде балаларыңызға жасап беріңіздер. Дәл пиццаның дәмі келетін бұл омлетті барлық балалар сүйіп жейтін болады. Міне біздің омлетіміз дайын болды. Менің видео рецептім сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен тағы да басқа ерекше рецептермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Айнұр, сіздерге ас болсын.